Армысыз құрметті көрермен, бәріңізді жаңа жылмен құттықтаймын. Келген ұлы жолы отбасыларыңызға береке, бірлік, амандық алып келсін. Ойдағы барлық шаруаларыңыз оңынан болсын. Осы ұлы жылы барлығыңыз үшін өсу жылы болсын. Жақсылықпен жолығайық. Міне, өткен жылы біз өздеріңізбен осы Есей Жеңісұлы YouTube арнасын ашып тәуекелге барған кезде біздің жазушылар саны 6.000-нан асып 7.000-ға жуықтайды деп әсте ойламаған едік. Сондықтан сенім білдіріп біздің әрбір әңгімемізді тыңдап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Өткен жылы 30 шығарылым жасасақ, бүгін міне 31-шіге қадам басып отырмыз. Ендеше алдағы уақытта қазақ футболының үлкен мәселелерін өздеріңізбен бірге талқылап, жеңісіне бірге қуанып, сәтсіздіктерінен бірге қорытынды шығаруға тырысып, алғада жылжи береміз деп есептейміз. Және бүгінгі алғашқы тақырып, яғни жаңа жылдағы алғашқы тақырып, күні кеше ғана жарияланған легионерлерге арналған лимиттің алынып тастауы. Бұл өте үлкен тақырып, сондықтан соны өздеріңізбен бірге талқылап көрейік. Кеттік. Өзіңіздің сүйікті командаңызға біздің жаңа демеушіміз Париматч Қазақстан компаниясымен бірге жанкүйер болыңыз, ойындарын қараңыз және эмоция алыңыз. Ал осы эмоциялар керемет болу үшін Париматч Қазақстан компаниясы керемет 2 бонус ұсынып отыр. Оның біріншісі, шотты алғаш рет толықтырғаныңыз үшін 150 000 теңгеге дейін бонус ала аласыз. Оған қосымша сілтеме бойынша өтіп аккаунтты растағаныңыз үшін 2000 теңгеге дейін фрибет ала аласыз. Ендеше төменде көрсетілген сілтемеге өтіңіз, іске сәт. Бұл әңгіме осы өткен маусымның соңына қарай айтылды да, 27 желтоқсан күні Қазақстан футбол федерациясының атқару комитетінің отырысында мақұлданды, енді жалпы жарияланады деп еді. Міне, бұл мәселе жаңа жылдың алғашқы 10 күніне дейін шегініп отыр. Әрине, осы атқару комитетінің отырысынан кейін, шешім қабылданғаннан кейін бұл шешім аяқ асты өзгеріп кетеді деген пәндәуи ойлардан біз өзімізде аулақ болғанбыз. Өйткені бір қабылданған шешім қайта-қайта өзгертіле бермейтінін өздеріңіз жақсы білесіздер, және ондай шешімге бір ғана адам емес, сол атқару комитетіне мүше, жалпы футболдан хабар бар, футболдың ішкі сыртқы ағысын білетін адамдар қабылдағандықтан, жалпы қанша үміттенсек те мұндай шешім қабылданған сияқты. Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Барменқұлов осы федерацияның әлеуметтік желілердегі парақшасына бүгін мәлімдеме таратты. Яғни, ендігі шешім бойынша Қазақстан клубтарының құрамында 11 легионер және 13 қазақстандық ойыншы міндетті түрде тіркелуге тиіс. Яғни 13 легионер, кешіңіздер, плюс 15 қазақстандық футболшы, яғни 28 футболшы нақты тіркелуге тиіс. Демек, бұл тұрғыдан қарайтын болсақ, кез келген команда енді алаңға Қазақстанда тумаған, Қазақстанның азаматы емес 11 ойыншыны шығарылады деген сөз. Негізгі құрамда. Ар жағында тағы 2 ойыншыны алмастыратын болса, матч барысында онда 13 ойыншы түгелдей пайдаланылады, яғни матч барысында алаңға шығады деген сөз. Естеріңізде болса, бізде Қазақстанда 7 ойыншыға, сырттан келген 7 ойыншыға мүмкіндік берілетін, бұған дейін ары қарай кемінде 4 ойыншы қазақстандық футболдың түлегін немесе Еуразиялық одаққа мүше елдердің өкілдері болуға тиіс еді. Яғни, былайша айтқанда Қазақстанда легионер болып есептелмейтін елдердің өкілдері болуға тиіс еді. Міне, осы артықшылықты Атырау сияқты, Қызылжар сияқты командалардың тіпті арасында Тобылдың да өте асыра пайдаланғанын білеміз. Тіпті кейде, мысалы, алаңда 11 ойыншында қазақстандық болмайды. Армениядан келген, Ресейден келген, Өзбекстаннан келген, Қырғызстаннан келген ойыншылардың біздің елде легионер емес түсінікті. Сондықтан оларда біздің қарагөздердің орнын басып, бұған дейін де 11 ойыншылар түгелдей шеттен келген 11 ойыншы да алаңға шығып жүрген жағдайлар болды. Сондықтан біз бұл шешімге аса таңданбай-ақ қоюға тиіс сияқтымыз. Яғни, бірін-бірі бүркегенмен жалпы ендігі жағдайда бұл қаншалықты мүлде жаңғырады дегенге жауап іздейміз. Мысалы, бұл жерде бір нәрсе әлі анық емес. Мысалы, 13 легионер аласың, ар жағындағы 15 футболшы қазақстандық дегенде, оның ішінде жаңағыдай Еуразиялық одаққа мүше елдердің футболшылары санатқа кіре ме? Олар легионер болып есептелмей ме? Міне, осының басы әлі ашылып айтылған жоқ. Яғни, егер шынында да 13 легионер плюс тағы да Еуразиялық одаққа мүше елдердің футболшылары және қалған орынға ғана қазақстандық
футболшылар ие болатын болса, онда қазаққа футболдың не керегі бар өзі жалпы? Демек, бұл да бір басын ашып алатын мәселе. Сондықтан КФФ-ның ресми органдары осы мәселеге де нақты, КФФ ғана емес, кәсіпқой футбол лигасының өкілдері де осы мәселеге нақты жауап беруге тиіс. Енді Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Назарбаев осындай мәлімдеме жасады. Ойпырмай, бұл біздің футболдың тамырына шабылған балта ғой, ой, енді біздің қазақ балалар ойнамайды, бұған дейін де жетісіп жүрген жоқ еді деп байбалам салып, әлеуметтік желіні шулатып, оның астына жазылған неше түрлі балағат пікірлерге риза болып, былайша айтқанда бір дүмпуге ілесе кетуге бізге де болатын еді. Бірақ енді суық ақылмен сараптап көру керек қой, қалай дегенде де. Шынында да осыған дейінгі шығарылымдардың бірінде біз мынау 1990 жылдардың ортасында Босман ісінің Еуропа футболына қалай әсер еткені туралы айтқан едік. Яғни бельгиялық азамат өзінің Еуропалық одақ аймағында легионер болып саналмайтынын дәлелдеген еді. Содан бері Италияда Интердің құрамында, тіпті мүлде Италияда тумаған 11 ойыншы шыққан алғаш рет әлемде таңғалдырылып жазылған еді. Таңғала жазылған еді. Кейін ондай жағдайлар көбейіп кетті. Бірақ Босман ісі былай айтқан кезде жалпы Еуропа футболындағы шекараны бұзып жіберді. Ал біздің жағдайымызда ондай болуы мүмкін бе? Мысалы, Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Пәрменқұлов бұл бастаманың қандай плюстері барын тізбелеп берді. Әрине, негізгі жауапты орган болғандықтан футбол федерациясы бұл өздері көтерген атқару комитетінде қабылдаған шешімді жан-жақты ақтайтыны өз-өзінен түсінікті. Яғни бұл қадамға ойланып барған, ішкі сыртқы жағдайларды ескергенін айтып, мысалы инфрақұрылымның дұрысталатынын, жастарға мүмкіндік берілетін, арам қолды бармақ басы көз қыстылық жасайтын агенттердің ойыны болмайтынын айтып жатыр. Былай сенгім келеді, былай жақсы нәрсе, жақсы бастама. Оның үстіне осы Пәрменқұлов келгелі біздің футболдың жеңістері көбейе түскенде мойындаймыз. Сондықтан бұл шешім әлгі ұшқары шешім болды. Бұл шешім немесе іске алғысыз шешім болды деп екі жаққа кезек ауғаннан гөрі нақты ортаны ұстап пікір айтып көрейікші. Мысалы, осы қабылданған шешім бойынша мысалы 11 легионер келді дейік, 13 легионер келді дейік, 11 легионер шықты дейік. Ал жағында қазақстандық футболшыларға мүлде орын қалмады дейік. Ал қандай легионерлер келеді? Мысалы, бізде соңғы 4-5 жылда Беларусьтің ортан қолданушылары қаптап кетті. Бірінші лигаға түсіп қалған Каспийді қараңыз, Ақсуды қараңыз, Оқжетпесті қараңыз, жеткілікті. Мысалы, Каспийдің құрамында енді қақпашы Максим Плотников негізгі құрамда ойнап жүрді, Беларусь құрамасында. Подстрелов деген ойыншы ойнады, қалғанның барлығы мысалы. Былайша айтқанда, онсыз да біздің дәл сол деңгейдегі қазақ футболшылары жеткілікті. Егер шынында да сондай сырттан келген легионер мықты болса, неге былтырғы алдыңғы жылғы Тұран, былтырғы сол Ақсу, сол Каспий сияқты командалар премьер-лигадан ұшып кетеді, көрдіңіз бе? Сондықтан бұл да ой тудырады. Бұл да бір жаман ойларға жетелейді. Мысалы, Армениядан бізде мысалы Завен Бадоян сияқты тағы да бірді-екілі ойыншылар келді, бірақ бір жылдан кейін қарасаңыз, сол бірінші лигада ойнап жүр. Мықты болатын болса, шында неге олар ең құрмаса премьер-лига деңгейінде ойнамайды? Міне, сондықтан осындай легионерлер біздің жақсы талантты балалардың жолын кеспей ме дегенде ой бар. Бұл бір. Екіншіден, Әділет Пәрменқұловтың айтуы бойынша, бұл қазақ жастарының өсуіне мүмкіндік береді. Қай жағынан өсуіне мүмкіндік береді? Бұл жерде мен мынандай нәрсені көріп тұрмын да. Мысалы, бұрынғы талап бойынша 7 легионер плюс қазақстандық қазақ футболының 4 түлегі деген талап болды ғой. Сонда мысалы, естеріңізде болса, 2005 бекен 2006 жыл болу керек. 21 жасқа дейінгі кем дегенде 2 футболшы алаңда болу керек деген талап қойды қазақ жастарын өсіру үшін. Сол кезде кейбір командалар кәдімгі бұл жыртық жамағандай болып, көбінше мына қапталда ойнатты сол футболшыларды. Кейін өздеріңіз білесіздер, ұлттық құрамаға ойнайтын орталық қорғаушы таппай пұшайман болғанымыз есімізде. Елдос Ахметов қана жарап шықты, мысалы сол поколенияның ішінен, мысалы сол буынның ішінен ұлттық құраманың орталық қорғанысына мысалы. Яғни бапкерлердің барлығы жауапкершілікті алудан қашты. Яғни опорник, яғни артқы жартылай қорғаушы мүлде сол кезде шықпай қалды, мысалы, көрдіңіз бе? Және ең бастысы сол 2 орынға лайық болған жігіттер былайша айтқанда құдайын танымай кетті. Өйткені 4-5 ойын өткізеді де өзін ешкім алмастырмайтынын біледі. Сөйтіп үлкен ақша сұрай бастады. Көрдіңіз бе? Бұның
өте былай жақсы жағы да болды. Ештеңе жоқ. Мына Азат Нұрғалиев сияқты, Таңат Нөсербаев сияқты кейін қазақ футболына үлкен еңбек сіңірген жігіттер мысалы сол кезде шықты. Ешқандай жоққа шығаруға болмайды мысалы. Басқа да футболшыларды өте жақсы атап өтуге болады. Бірақ есесіне жаңағындай былай айтқанда арам тамақтар да шықты. Және қазақ футболында өздеріңіз білесіздер, бармақ басты көз қысты әрекеттер көп болды ғой. Сол екі лимитшінің орнына мысалы үшін ананың көкесі тығып жүрген, мынаның көкесі тығып жүрген балалар да болды. Қазір былай зерттеп көрсеңіз, сол кезден бері қарай мысалы 19 жасында премьер лиганың 26-30 ойынына түгел қатысып, 25 жасында түкке жарамаған футболшылар көп. Өйткені лимиттің кезегінен өтті, 21 жасында ары қарай оны ешкім қажет етпейді, көрдіңіз бе? Сондықтан 7+4 жағдайында сондай нәрселер болғаны анық. Яғни біздің футболшылар үлкен жалақыға отырып алады, содан кейін ешқайда кеткісі келмейді. Әйтпесе өзін жиі сынап жүрген Рамазан Оразов, Ресейге бір рет барып келген Арман Кеңесов, сосын қазір ЦСКАдан Бесіктасқа ауысқан Бахтияр Зайнутдинов, үлкен тәуекелмен Зейнетке барып негізгі орнынан оралған Нұралы Әліп сияқты ойыншыларды айтпасақ, біздің футболшылардың ешкім сыртқа барғысы келмейді қазір. Өйткені ақшаның бәрі осы жерде, өйткені осы жерде сықырып өмір сүруге болады. Өйткені бұл Қазақстан футболында былай айтқанда өзін алмастыра қоятын ешкімнің жоқтығын түсінеді. Яғни бәсеке жоғалды. Менің ойымша Әділет Пәрменқұловтың айтып отырғаны да сол. Сондықтан таза бәсеке болмай қазақ футболының өспесі анық. Және мынандай бір пікір келтіреді. Бұрында Магомед Адиев ұлттық құрамаға жарайтын 30 ойыншыны әрең табатын еді. Енді мүлде таппай қалуы мүмкін. Бұл қауіптің бары рас, жоққа шығармаймыз. Бірақ осы легионерлерді санын көбейту арқылы арам тамақ футболшылардың, ол легионер болсын, ол қазақстандық футболшы, арам тамақ футболшылардың саны азая ма деген үмітім бар менің. Мысалы үшін өздеріңіз білесіздер, мұнда бүкіл Европа сол заңмен өмір сүріп жатыр, иә. Мысалы Аякс деген команданы алып қарайықшы, Әділет Пәрменқұлов айтты. Біздің жас футболшыларды өсіріп, сыртқа сатуға да мүмкіндік туады деді. Аякс деген команданы айтайық. Бұл команда ешқашан бай болып көрген емес, ешқашан бір соншалықты аузынан ақмай ағып жатқан команда емес. Бірақ мықты футболшылар жыл сайын сатады. Жыл сайын сатады да, мысалы биыл ғана тұралап барып қайтадан 5-ші орынға көтерілді ғой. Тіпті оған дейін сол жастармен Чемпиондар лигасының жартылай финалында ойнады. Біздің командар сондай деңгейге көтеріле ала ма? Қайда мысалы. Осы тұрғыдан келгенде Қазақстан футбол федерациясының президентіне дау айтуға болады. Соңғы кездері өзінің түлегін керемет бағаға сатқан қандай команда бар? Мысалы Атырау Хусрав Таиров деген ойыншыны сатты, оның өзін Тәжікстаннан алып кетті. Хусрав Таиров Шахтер Донецкіге ойбай 400 мың әлде 500 мың долларға сатылып дегенде бәріміз шалқамыздан түстік мысалы. А қазір сондай бір ойыншы сатылып жатыр ма? Бахтияр Зайнутдинов өзінің Астанамен келісімшартын өзі сатып алады да, содан барып ЦСКАға ауысады. Ростовқа ауысады. Ростов ары қарай ЦСКАға сатады, ЦСКА ары қарай 6 миллион еуроға Бесіктасқа сатады. Көрдіңіз ба? Яғни сол Бесіктасқа, сол ЦСКАға жету үшін Бахтияр қандай өткірліктен өтті. Және сондай тәуекелге өзі бастап барды ғой. Ал біздің жігіттер мысалы сатылып жатыр ма солай, көрдіңіз ба? Сондықтан бұл тұрған кезде не қайбылдау. Бізде ең талантты көп деген Тараздың жігіттерінің өзі қазір тоз-тоз болып жүр, шынын айту керек мысалы. Абылайхан Жұмабек Ақтөбеге барып көрінбей қалды. Бахтияр Бауыржан Байтан енді ол 30-дан асып кетті ғой, бірақ осы маусымда соңына қарай ғана кішкене жақсы ойнады. Басқа мысалы сол Еркебұлан Сейдахметтің Қайратта бір орта деңгейдегі ойыншы болып жүргенде 4-5 жыл болып қалды мысалы үшін, көрдіңіз бе? Сондықтан бұл да ойланатын мәселе. Мысалы Атырау бір керемет таланттарын сатып, ертең ақшаға бөгіп қалады деген ойдан мен мүлде аулақпын. Қызылжар өзінің таланттарын сатады деген ой мүлде аулақпын. Қызылжарда тіпті осы маусымның басында өзінің тәрбиеленушісі Алдайыр Әділіпті мысалы қазір командадан шығарды мысалы үшін. Біз сендерге ризамыз деп шығарып салды. Әрине талантты ойын емес шығар, бірақ қадау бірдекілі ойыншының өзі көрінбейді кейде сондай командаларда. Әрине Тобылдың Бейбіт Ғалым сияқты, Жаслан Жұмашев сияқты, Роман Асранқұлов сияқты бір жақсы ойыншылар бар. Бірақ ол да жаппай көрініс емес. Сондықтан командалар бірте-бірте өзінің түлектерін сатып, ақша табуға кіріседі деген ойдың жақсы екенін білеміз, бірақ дәл қазіргі жағдайда Қазақстанда іске аса қоюы не қайбылдау. Содан кейінгі Пәрменқұлов мырзаның бір сүйеніп айтқан дерегі бізде инфрақұрылымды дұрыстауға мүмкіндік туады дейді. Мен бұл ойға келісем және келіспеймін. Келісетін себебім,
мысалы бізде командалар не істейді? 1 миллиард 200 миллион теңге ақша бөлінді дейік бір жылға, мысалы Ақтөбеге сол бөлініп жатыр, Тобылға сол бөлініп жатыр, одан асырған жоқ биыл деген сияқты. Осындай 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінген жағдайда көпшілігі легионерлерге кетеді. Және жаңағы Барменқұлов мырза айтып отырған мына қолы былғаныш агенттерге кетеді. Өйткені кейбір агенттер мысалы бір команда атын атамай қойған, өйткені біздің сөзімізді теріске шығарып олар әлдене деп қарсы пікір айтуы мүмкін. Бір команда белгілі бір команданы маусымның басында жасақтауға алады да, соны сербтерге толтырып тастайды, белорустарға толтырып тастайды, Ресейдегі бір 2-ші лигада, 3-ші лигада ойнап жүрген ойыншыларға толтырып тастайды. Сөйтеді да, ана ойыншылар аса бір көзге түспеуі де мүмкін. Ішіндегі мысалы 5 ойыншы әкелсе, соның біреуі ғана негізгі құрамда жүруі мүмкін, ал қалғаны түгелдей агентке қызмет етеді мысалы. Яғни біздің командаға бөлінген бюджет, мысалы, бір жылдың бюджеті 1,5 жылға бір жылдың бюджетін келесі маусымның ортасында бір жылдың бюджетін жарты жылда тауысып тастап, келесі жылдың бюджетіне кіріп жататын жағдай аз емес. Қазір мысалы Тараздың осыдан 2 жыл бұрынғы қарызы, Оқжетпестің қарызы, Ақтөбенің осыдан бұрынғы 3-4 жыл бұрынғы белшеден батқан қарыз, бәрі негізі содан келіп шыққан. Яғни агенттердің ойынына тыйым салынады деген ойда дұрыс. Яғни бір жақсы легионерлерді алып кететін деген ойда дұрыс. Яғни бұл жерде солақай легионерлерге ақша жұмсалмаса, онда негізі инфрақұрылым дұрыстауға жұмсалады ғой. Бұл жерде тек қана шетелдік емес, өзіміздің қазақстандық агенттіктердің ойынына кішкене шектеу бола ма деген ой бар. Мысалы, атын атап түсіністеудің қажеті жоқ. Кейбір кәдімгі мұртымен әмір беретін кейбір жігіттер, мысалы, Қазақстан құрамасына мүше мықты футболшыларға ие болып, яғни оларды сату, ойнату құқығына ие болып алып, жыл сайын немесе 2 жыл сайын бір командаға ауыстырып, басқа командаларға мүмкіндік қалдырмайтын жағдайын білеміз. Яғни бұл осы талап, яғни 13+15 талабы сондай монополияны да жоюға бағытталған ба деген ой бар. Енді оның бәріне көзіміз жете бермейді, бірақ кімнің қай жерде ойнап жүргенін, кімді қандай мықтының жетелеп жүргенін жанкүйерлер бізден де жақсы біледі. Сондықтан бұл да бір жақсы нәрсе болуы мүмкін. Содан кейінгі бір мәселе, Барменқұлов мырзаның сүйеніп айтқан нәрсесі, біз инфрақұрылымды дұрыстауға мүмкіндік аламыз дейді. Былай қарасаң даулы нәрсе. Оның да бірақ жаны бар ма деп ойлайсың. Өйткені қараңыздар, біздің қазіргі негізге қойылған шек бойынша облыстық бюджеттен немесе жергілікті бюджеттен біздің футболшыларға 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінеді. Ал көп жағдайда осы кәдімгі, былай айтқанда, ортан қол, әлгі бір жыл ойнап, одан ары қарай сайда саны құмда ізі қалмайтын футболшыларға жұмсалып кетеді. Сөйтіп бір жылға арналған бюджетті жарты жылда бітіріп, келесі жылдың бюджетіне ауыз салған командалар да бар. Ондай мысалдар жеткілікті. Мысалы, кез келген Оқжетпесті айтайық, кез келген команда айтайық, Жетісуда сондай жағдай болды, мысалы үшін, Таразда сондай жағдай болды. Ордабасында бір жылдар сондайдан тұралап қалған қарызын 2 миллиардтан асырып жіберген жақсы білесіздер. Сондықтан бұл жерде шынында да мықты легионерлерді алып келіп, кәдімгі алаңға шығуға жарайтын легионерлерді алып келіп, ақша далаға кетпейтінін түсінсе, онда команданың басшылары қазақ футболының игілігіне жұмыс істей бастайды ғой. Мысалы, Ақтөбенің орталық стадионы, Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионы бір кездері жөндеуге жабылып еді. Ақтөбе дарынды балалармен жасөспірімдерге арналған спорт мектебінің жасанды алаңында ойнауға мәжбүр болды. Ал ол алаң тіпті КФФ-ның, яғни кәсіпқой футбол лигасының талабына мүлде сай болмай шықты. Бірақ Ақтөбенің барар жері басар тауы жоқ. Жарты маусымның 2-3 айын соған өткізуге тура келді. Жетісудың қосалқы алаңын дұрыстамаған үшін 6 ұпайынан айырып тастап еді. Жетісу соны 2 жыл бойы жасамай, әйтеуір осы 2023-те соны бітірген сияқты болды. Көрдіңіз бе? Біз инфрақұрылым дұрысталмай тұрып, алға баса алмаймыз. Қазақстанда ойнап кеткен ойыншылардың кең берген сұхбатын тыңдаңызшы, тіпті алысқа бармай қояйық. Күні кеше Қызылжарда ойнаған Никита Наумов деген Беларусь құрамасының ойыншысы не дейді? Қазақстанның футболы бізден бір бас жоғары дейді. Яғни Беларусь футболымен салыстырғанда бір бас жоғары. Бірақ ол жерде инфрақұрылым іске алғысыз дейді. Сіздің Қазақстанның 7 дүркін чемпионы Астана осы жаңа маусымда Астанада ойнай алмайды дегенге былай қаншалықты сіз юмормен немесе жиіркенішпен қарайсыз, өзіңіз қараңызшы. Астана арена реконструкцияға қайта жөнделуге жабылып жатыр еді, енді барар жер басар тауы қалмайды. Жеңіс қайда ойнайды, мысалы үшін Қажымұқан стадионының жағдайын қалай болып жатқанын білеміз. Қасынан 1-2 рет өттік осы күзде барған кезімізде.
бір құдды бір соғыс болып кеткен жағдай сияқты, бетаулық қой әрине соғыстың. Сондықтан Астана біресе Қажымұқан стадионында ойнайды екен, біресе Алматыдағы орталық стадионда ойнайды екен, біресе Павлодардағы орталық стадионда ойнайды екен деген сөз гу етеді. Осы бізге жараса ма мысалы? Яғни осы уақытқа дейін 30 жыл бойы біздің футболдың ақшасы далаға жұмсалды. Өткен жылы Қазақстан кубогының іріктеу ойындарын қараңызшы. Шымкент биік. Сол Шымкенттің биік деген стадионда база ғой, бұл біздің Қазақстан әйелдер құрамасының негізгі базасы болды бір кезде. Сонда сол Қазақстан кубогының іріктеу ойындары, мысалы 20 ойын өтсе, соның 19-ы сол биікте өтті. Сағат 9-да бір матч, 11-де бір матч, 1-де бір матч, 3-те бір матч, 5-те бір матч. Одан не тамтық қалады қарашы. Сонда біз ерте көктемде ойнайтын жеріміз жоқ деген сөз ғой, былайша айтқан кезде. Бұл жерде Қазақстан футбол федерациясының басшысы Әділет Пәрменқұлов айтты екен деп жергілікті жерлер ескере ме мысалы? Осыған көп нәрсе байланысты. Шынында да мысалы әр команданың тасасынан кейбір қайтпайтын, футболға 1-2 жыл аласта жіберсе 4-5 жыл қайтып келетін тұлғалар бар ғой. Олар әлгі былай айтқан кезде Майлсүйектің басынан ажырағысы келмейді ғой. Солар осындай бастаманы қолдай ма мысалы? Болмаса әшейін бір ортан қолдан да төмен легионерлерді әкеліп, ақшаны соған жұмсап, тіпті жұрт білетін схема бойынша, яғни сол легионермен келісіп, жалақысының пәленбай пайызын өз қалтасына құйып жататын жағдайлар қайталанбай ма? Осыдан біз қорқақтаймыз. Яғни Қазақстан футболы тазаруға басталған қадам деп алғымыз келеді, бірақ басқа жолға, бұрынғы жолға қайтадан түсіп кете ме деген де ойымыз бар. Яғни бұл бастаманың астары бізді неше түрлі ойға жетелейді. Ең бастысы әрине, ой жаман бастама, ой нашар бастама деп бір жақты баға бере салу оңай. Біз бұны тағы да уақыттың еншісіне қалдырайық. Шынында да егер мықты 11 легионер келіп, Қазақстанның мықты футболшыларына өріс бермей жатса, мұнда айтайық пікірімізді. Мынау сіздер бүйтіп айтқан едіңіздер, қайсы Қазақстанның футболы шыққан? Мына Әдип мырза Грекиямен ойнайтын ойынға, немесе ар жағындағы ұлттар лигасының ойынына 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңінде футболшы таппай жатыр ғой деп оны айтайық мысалы үшін. Көрдіңіз ба, сондықтан бір жақты баға беру өте қиын. Бірақ қазіргі қарап отырсаңыз, мысалы осы командалар дайындық барысына кірісіп кетті. Қазақстандық футболшылардың жап-жақсы жасақталып жатқан командалар бар. Топырлап легионерлер келіп жатқан және байқамайсыз. Әрине алдағы осы қаңтар ақпан айлары негізі команданың құрамы жасақталатын уақыт қой. Бірақ кейбір командаларға қарап отырып, тағы да команда құрамы толықтай жасақталатын жағдайлар барын аңғарасың. Мысалы, бір командадан бір мезетте 8 ойыншы кеткен жағдай болды. Осы қыста өздеріңіз білесіздер. Солтүстіктегі Қызылжардың құрамына мысалы үшін, оның ішінде қазақстандық футболшылар бар, шетелдік футболшылар да бар мысалы. Сондықтан мұндай жағдайлардың бәрі бізді түрлі ойға жетелейді. Ең бастысы уақыттың еншісіне қалдырайық. Егер шынында да бұл қазақ футболының өрісін тартатындай бастама болатын болса, онда бәріміздің ойымызды айтуға, пікірімізді білдіруге құқығымыз бар. Қазақ футболы, Қазақстан құрамасы жетімсіреп қалмау керек. Қазақстанның талантты жас балалары бір есептен өзінің үйінде арамтамақ болмаған да керек, бірақ ерекше өскен де керек. Сондықтан біз бұл бастаманың пышақтың жүзіндей екі жағы бар екеніне ұмытпауымыз керек. Егер бәрі дұрыс болып жатса, онда шүкір дейміз, бәрі нашар болып жатса, онда тағы да көреміз. Ең бастысы қандай легионерлер келеді. Егер кезіндегі Жерар Гоу, жаңағы Андрей Аршавин, болмаса мықты Тошич сияқты тіпті беріп болған, бірақ соның өзінде де жақсы ойынға, тіпті Еурокубоктарда да матчтың тағдырына әсер ете алатын футболшылар келсе, Канеки Твумасидің мысалы қазақ футболында қаншалықты әсер қалдырғанын білеміз. Қазір Астанада қалу-қалмау белгісіз болып тұрған Марин Томасовтың қандай легионер болғанын білеміз. Тіпті күні кеше Мақтаралға келіп, Қазақстанға қайта оралып, түк бітіре алмаған Кавананганың кезінде қалай жақсы ойнағаны түгел есімізде. Мысалы, солардың бір жұлдызды шағындағыдай бір жақсы легионерлер келетін болса, онда іске сәт. Мысалы, Шина деген ойыншы қазір Елімайға ауысып жатыр. Ол өзінің мықты легионер екенін дәлелдеді мысалы. Яғни осындай бір жақсы ойыншылар керек. Яғни біздің футболшылар соған қарап өсетіндей легионер керек. Вагнер Лав мысалы қазір 39 жасқа келді. Биыл Бразилияның А сериясына қайтадан барып жатыр. Қайрат ойнаған кезінде сол Қайрат чемпиондыққа талай жыл жүздескен. Көрдіңіз ба? Осындай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Демек, бұл бастаманы тағы да қайталап жатамыз. Уақыттың таразысына қалдырайық. Бірақ жалпы қазақстандық футболшылар бізге орын жоқ деп күні бастан, ерте бастан түңілуге болмайтын және ескертейік. Алдағы уақыттарда да қадағалап отырамыз. Алдағы уақыттарда бұл туралы сөз қозғаймыз. Ендеше келесі кездескенше.